Башыңызға қалайсыздар? Мен сіздерге айтам ғой, маған оның сторисін жібермеңіздерші, өтініш. Енді бір нормальный жұмысымды бастап, ілгері кетканда настроение құртып жібере бересіздер, бүкіл жұмысқа деген настрой кетіп қалады. Алдында бір бітті деп салып отырды, әлі сол біттісін әлі салып жатырмын. Енді ештеңе өзгермейді. Бұл менің ғана шешімім емес, бұл екеуміздің де шешіміміз осы болды. Мүмкін тағдырымыз осы шығар. Сондықтан да өтініш жібермеңіздер. Там бірдеңе айтамын деп угрозалар айтып жатыр ғой. Если қазір ашумен бірдеңе айтып қоятын болса, потом мен де айтып қоятын болсам, вот елге қара беттің көкесі сол кезде болады. Лучше екеумізде қазір осы абырой тұрған кезде қоя салған дұрыс деп ойлаймын. Тыныштықпен. Каждый ұрыс сайын кете ал, не істеп отырсың, кете деген сөз бар ғой. Мына жерімде тұр. Татау, мен ана сөзді естісем кіршам кетеді. Менің өмірімдегі ең жек көретін сөздерімнің бірі болып қалды. Мен ана сөзді естісем, көзім қарауытып, арқам көтеріліп, кәдімгі өз-өзімді істей алмай, не істеп, не қойғанымды білмей қалам. Мен сол моментте үйден шығып кеттім де үйге оралған жоқпын. Мен білдім, если мен ана моментте үйде қалғанда ана ашумен бірдеңе болып, мен сотталып бірдеңе болатын еді. Лучше қазір ойланып отырмын, енді кетіп қалғаным дұрыс болған шығар мен үшін деп. Ойлады ғой, енді қазір машинасы жоқ, там да күнін көре алмай қайтып келеді деп ше. Бірақ нихуя ондай нәрсе алдағы уақытта болмайды. Әркім өз үшін өмір сүреді. Мен тем более еркек, мен любой жерден, тем более Қазақстанда мен басым істесем, любой жерден ақша шығарып аламын. Ол мен үшін қиын емес. Так что өмір уақыт көрсетеді барлығын. Барлығын ашып айта сал деп смс-тер өте көп келіп жатыр. Айту оңай еді, бірақ еркек болған соң барлығын сыртқа шығарып, өзгені де өзімді де ұятқа қалдырғым келмейді. Барлығын уақытқа салам. Не болған мен бір алла біледі, және де мен білемін. Сондықтан да сабыр сақтаймын. Біреуді ақтап, біреуді жамандамаймын. Сол үшін қолдауларыңызға көп рахмет. Кішкене сабыр ұстайық. Мүмкін ашу қайтып бар реттеліп кетер деген оймен қазір жүрмін. Қайырлы күн, қалайсыздар? Жаңа кірпігімнен ұялып, историямды өшіріп тастағым, сосын қойшы деп сала бердім қайтадан. Кірпігімнің жартысы түсіп қалған ғой, прям жартысынан көбі түсіп қалған ғой, бүйтіп жоғары қара оялысың ба. Бүгін қазір барып снять етем кірпігімді. Ау, аға, жайғастыңыз ғой сіз? Тұрыңыз. Тұр, жерде отырма. Емір екеуміз далада жүрміз. Бүгін ерте тұрдым, кеш ұйықтадым прям. Негізі мен хейт көтере алатын адаммын да. Адамдар, маған жазатын адамдар екі тарапқа бөлінеді. Менікі дұрыс емес дейтіндер бар, и мені қолдайтындар бар. Оған келісем. Соған қарай арамызда болып жатқан ұрыс керістің екі тараптан да болатынын ұмытпаңыздар. Маған хейт жазатын адамдар жалғыз мен кінәлі деп ойлайтын адамдар да. Енді жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Бекерден бекер адам ажыраспайды. Оған бір емес бірнеше себептер бар деген сөз. Өйткені бірақ нәрсе болса, ол шешіп алатын нәрсе ғой, сөйлесіп отырып ше. Бірнеше проблемалар бар деген сияқты ғой. Енді алдынан бері инстаграмға айтып жүргенге еш нәрсені ашып айтпадық екі жақтан да, бірақ енді эмоциямызды көрсетіп қойып жатырмыз. Мен кеше айтқан болатынмын, жыныма тиетін болса барлығын шығарам деп. Бірақ кеше ойланып жаттым да түнімен ше. Ойбай, әпше не болды сізге? Дұрыс қой, енді адам бірінші өзін жақсы көру керек қой. Енді қысқа киетінде сезон болып тұр. Қазір күн ыстық, шорты киетін болып тұр енді. Білмеймін, шортыйды қысқа десеңіздер, енді бықыстып джинсы киіп, или болмаса қалың бір нәрсе киіп жүретін жағдай жоқ. Бала шағама да қарап үлгерем, өзіме де қарап үлгерем. Енді күндіз түні бала шағамның жанында отырып, дым істемей өйтіп отыра алмаймын, өйткені мен ақша тауып, былай шығып жүріп қалған адам болғаннан кейін мұндай нәрсеге жоқпын енді, үйде отырғанға. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Соңғы ситуацияны көріп жатсыздар, естіп жатсыздар. Мен ештеңе салып жүрген жоқпын. Салмауымның себебі бірдеңке дұрысталып қалар, бір арамыздағы түсініспеушілікті шешіп қалармыз деп, кішкене келіншегіміз жібіп қалар деген мақсатта ештеңе салып жүрген жоқпын. Бірақ уақытқа салған сайын керісінше ашу күшейіп бара жатыр. Бұрындар әжелеріміз айтушы еді, еркектерге бәрібір деп. Қазір наоборот керісінше әйелдерге бәрібір болып кеткен ба, түсінбедім. Ал мен қазір салонға келе жатырмын. Тырнағым сәл өсіпті.
жылда келетін осы Ханза деген салонға келдім. Диара әпкеге тырнақ істетіп алмасам, қараңыздаршы, тырнағым деген әлі тұр ғой. Салонға келсем, мына жақта бір кісілер отыр екен. Королева болып отыр ғой. Кезек тұрады. Ойбай. Қолын сүйетін жұртты алып берейін ба? Жігіт мені табады, мен оны емес. Көре алмайды бұл. Көре аламын ғой, не көре алмайды? болды, салонда жүргенмін. Осы түркісті осы жерде жүру бар. Айтпақшы бота жақында шетелге кетейін деп жатыр. Қолым арман болды ма? Ой, бұл шелек болды ғой, шелек. Қай жерге кетейін деп жатсың? Кения. Ал достар, ойлайтын бір дүние болған жоқ. Бастысы мен сұлумын, әдемімін, жаспын. Өмірім Құдай қаласа алдыда. Сол жатпаймыз, енді тіршілік жасау керек деген сөз получается. Вот кетіп баратырмын қазір бір жерге. Сіздерге де сәттілік. Біраз жылап алдым қолдан. Балаларымды қарайтын адам болмай жатыр бар ғой. Нормальный няня табу керек болады. Талдықорғанға кетіп баратырмын, баланы көтеріп алдым, тойға баланы көріп жатырмын. Давление болып отырмын прям. Реально после родовой депрессии уже у меня в последнее время. Просто бір іш нәрсе үлгермей, ішімнен бір состояние такое. Шаршап жүрмін бір ғой. Прям ондай аптығып тұрам ба, сондай болып тұрам прям ішімде. Не знаю, что со мной. Жалпы андай ғой енді сұрап жатсыздар. Жалпы мен историямнан да бұрын негізі көрген шығарсыздар примерно шет жағасын не нәрсеге байланысты екенін. И андай ғой, өмірде жалпы енді 22-ақ жыл өмір сүрсем да біраз нәрсеге бүйтіп жағам ұстағам негізі. Біраз нәрсеге фу, ұятай деген, бірақ мынау енді кәдімгі патологы болды. Болмайды деген сайын бола береді екен ғой негізі көп нәрсе. Вот жағам ұстап тұрмын жалпы. Негізі қатты эмоциональный адамда емеспін, бірақ сонда да бұл ситуацияда үйленейін деп жатқан қызы бар екенін біліп тұрып сондай видеоға келісіп тұрған или сондай видео салып тұрған қыз баласы кінәлі ма, или үйленейін деп жатқан қызы бар екенін біле тұра сол видеоны жасап тұрған еркек кінәлі ма деген сұрақ болады. Бірақ ол сұрақтың жауабы мен үшін біреу ғана. Бұл нәрсеге кінәлі еркек. Мен басқа бір адамдарды кінәлап олай істейтін адам емеспін. Өзі көрді, өзі таңдады, екеуі бір-біріне күшті жарасады, екеуіне болашақта тек бақыт тілеймін.